Мыналардың істеп атқаны мүлдем дұрыс емес. Біз қазақ, өзбек, өз ағам деген біз бауырымыз, біз түрікпіз. Әкеңнің ау шет жақтан жау келсе біз тұтас бір күш болатын мықты бір мемлекетке айналамыз. Қырғыз, қазақ, өзбек біз бәріміз бір туған, біз түркі халықпыз. Біздің түбіміз бір әкесін ау, қайға барсаң ояқа бар. Біз түбіміз түрік. Бәріміз бір түріктен тарағамызда. Енді жігіттер мына хайып қазір бойдың бәрін, төбелестің бәрін қалай организовать етіп жатыр. Осындай хайыптар арқылы, осындай хайып жаңа шапалақ ұрғызып жібереді. Ертең күні бүкіл Өзбекстан, Адилхан дейді, бүкіл Қазақстан Еркебұлан дейді. Жігіттер, сендер мына істеріңмен екі халықтың ортасына от сабатсыңдар. Бүкіл блогерлер, сендердікі анау дұрыс емес, мынанікі дұрыс емес деп екі жаққа бөлініп алды да. Шешесіне рахмет, ешқайсысыныкы дұрыс емес. Бұлар хайп қуып жатыр. Бұлар боецтер. Бұлар солай шоу көрсетеді. Сол арқылы ақша табады. Енді басқа блогерлер айтып жатыр, шеше, үйтші береміз, бүйтші береміз, мынеқа кел, анеқа кел. Ағайындар, құрметті халық, Өзбекстан халқы, Еркебұланның жасаған ісі үшін мен сіздерден басым дейіп кешірім сұрайым. Бірақ, құрметті қазақ елі, мынау дұрыс емес нәрсе. Бұл спортшылар, оны анау біреу ананікі дұрыс, мынанікі дұрыс дейді ғой. Бұл жаңағы спортты ұйымдастырып атқан адамдардың жасап отқан нәрсесі. Сол қызық болсын ертең бой. Сіздер осындай нәрсе жасау арқылы екі ұлттың ортасына от салып атсыздар. Ойыннан от шығады, шешеңе рахмет. Ойнасаңдар басқа нәрсемен ойнаңдар. Кеше анау қырғыз бауырларымызбенен Астанада көкпар болғанда да дұрыс емес нәрсе болды. Сол үшін мен айтам, екі ұлттың ортасына дұрыс емес нәрсе сыйлайтын, дұрыс емес нәрсе кіргізетін нәрсе мүлдем керек емес. Бізге шешесіне рахмет. Біз бауырымыз, біз біріміз әкесінің ауы. Бойдан садаға кеткірлер. Өзбек бауырларды құттықтап жібергім келіп отыр. Өзбек бауырлар Америкада болатын 2026 жылы футболдан әлем чемпионатына келеді. Құтты болсын, мінекей, бұл тарихи сәт, тарихи жеңіс. Өзім барам. Өзбекстан қай қалада ойнайды, соған барам. Жалғыз Америка емес па? Канадада да болады, Мексика осы үш ел қатарынан бірігіп қабылдайды. Енді Америкада болатын қалаларды мен барам алайын. Өзбекстанға барып қолдау білдіремін. Қазақстан ше. Қазақстанға арман, біз топ өзіміздің іріктеу топтарында соңғы орын аламыз, өзіміздің тобымызда. Өйткені жемқорлық, ешқандай қазақта ешқандай қазақ басшылығы жоқ. Барлығын сатып жатыр, барлығын бітіріп жатыр. Мен қазір жастар, болашақ жастарда деп бекер айтпаймын. 17 жасқа дейінгі біздің жастар Еуропа чемпионатына іріктеу кезеңінде қазір екі ойын ойнап, екеуінде де жеңіске жетті ғой. Осыны жалғастырса, тамаша керемет болатын еді. Міне, болашақ жастарда ал біз солар үшін ұмтылу керекпіз, солар үшін көтерілу керекпіз. Сол кезде бізде өзгерістер болады ағайын. Сеніңіздер. Күресу керекпіз. Өзбекстанда туризм дамып кетті дейміз, жақсы. Енді оған Қазақстанда бәсеке болатындай әлеует жетеді. Бір ғана Шымкенттің өзі, Түркістан, Тараз жетіп жатыр. Қалай екен дәлелдеймін. Біріншіден, туризм даму үшін әрине ең әуелі қолайлы ауа райы, мәселен туризмі дамыған Түркияң болсын, Бали аралдары болсын, Египет болсын, барлығының ауа райы өте жайлы. Өзбекстанда да солай. Ал енді біздің басқа көп аймақтарда туризм қарқынды дамытуға болады. Әрине ауа райы проблема емес, бірақ басты әрине қолайлы болғанды дұрыс. Осы ретте Шымкент біріншіден оңтүстік аймақ туризмге өте қолайлы. Бір. Екіншіден, транспорт мәселесі. 9 жолдың торамында орналасқан, мына жағында Ресейге де шығуға болады, мына жағында Өзбекстанға шығуға болады, әрі Қырғызстан, қысқасы шартараптың барлығында кетуге болады Шымкенттен. Бұл екі. Үшіншіден, халқының көңілінің жайлығы. Шымкенттің сервисінде Қазақстанда сервис жоқ. Мен өзім батыстың баласы болсам да, Қазақстанның біраз жеріне барсам да, мен Шымкенттің, Түркістанның, Тараздың, әсіресе Шымқаланың сервисінде адамдарының іші бауырына кіріп тұратындай ондай сервисті мен Қазақстанда кездескен жоқпын. Ол анау-мынау өзбегіңнің қалпағын қайғырып жібіп, аузын аңқитып кетеді Шымкенттің сервисі. Сондықтан Шымкентте ол жағынан, сауда жағынан мақты. Енді бірақ
проблемалар бар тағы да алдымыздан шығатын. Біріншіден ол транспорт мәселесі. Иә, жазда пойыз жетпей қалады, ұшақ таусылып қалады, билеттің бағасы аспандап кетеді. Осы мәселені шешу керек ең әуелі. Одан кейінгі нәрсе Шымкентте көптеген ғимараттарды салу. Мәселен, Астанада Диснейленд салынады деді ма? Жақсы, салынсын, бірақ сол неге Шымкентте салынбады деген мәселе менде ой. Мына Түркиядағыдай, Өзбекстандағыдай, Шарм-Шейхтағыдай барлық туристке керек нәрсенің барлығын Шымкентке сала беру керек негізі. Аны жағынан миллион турист келеді Өзбекстаннан, мына жақтан пәленбай турист келеді Қазақстаннан. Сол екі ортадан Шымкент көп пайда табады. Одан бөлек, жоғарыда айтқандай, онсыз да бизнеске қолдау көрсетсе, белгілі бір деңгейде сол аймақтарға туризм дамытқан үшін жеңілдік, индестен, салықтан болса, әп-сәтте ұшады. Сондықтан өзбек дамып кетті, туризмі кетіп қалды, анау-мынау емес. Шымкенттің тарихи жерде жетеді, оңтүстік аймақтарда Яссауиң тұр, Түркістанның да қаншама баба би батырларымыз жатыр. Сондықтан Өзбекстанға тұтас Қазақстан демей қойын, Қазақстан болса онда мүлдем басқа болады. Біздің қатон-қараға емес, шығысымыз барлығы. Бір ғана Шымкент, бір ғана оңтүстік Қазақстан Өзбекстанның туризмімен бәсекесі алады. Ол үшін шымкенттік ағайындарды, барша қазақтарды сол жақта қолдау керек. Не айтасыз? Қайырлы күн ағайын, қалдарыңыз қалай? Келген жаңа жыл құтты болсын. Жаңа жылымыз биылғы жыл қазақтың рухани еркіндік алып, азат санада, ұлттық идеологияда дамитын мемлекет болып қалыптасуына нәсіп ететін жыл болсын. Жалмауыз жемқор жегендері, желкелерінен шыққырлардың көздері жойылуын нәсіп етсін деп тіледік. Қазақ қоғамының бұлай күйреуі, қазақтың ұлттық санасының осыншама деңгейінің түсуі, ұлттық идеологияның болмау себебі бұл енді бодандық болса, енді бодандықтан шығу үшін қазаққа жалғыз белсенділік емес, ұлттық буржуазия жетіспейді. Бізде ұлттық буржуазия жоқ. Бар ана қақыр шүкір байлар бар. Жезөкшеге 700 000 теңге беріп, қайыршыға 7 000 теңге де бермейді отырған. 500 ішіндегі ең 500 000 теңгесін беріп кететін сасық байлар бар. Понттарына, жәлептеріне, жаңағыдай бір болмайтын тыртың-тыртыңдарына ақшаны шашады да, ал енді басқадай халқына келген кезде бір беретін жерлерді көрінбей жататын себебі олардың барлығы бай емес, олардың бәрі дүниенің құлдары. Бай мен дүниенің құлын шатыстырмаңыздар. Бай болсаң халқыңа пайдаң тисін дейді. Яғни халқына пайдасы тимесе ол бай емес. Яғни ол байлықтың, сол боқтың боғы, дүниенің құлы, өзі жинаған дүниенің құлы, соның астында өледі. Анау біреуге пайдам тисінші, елім деп жүрген, жерім деп жүрген азаматтарға мен немен көмектесе аламын деп сұрай алмайды ондайлар. Ондайлар дір-дір қағып, жаңағы боқтардың артына тығып, сол дүние боқ үшін келеді, боқ жасасып өмір сүреді, боқтың астында сол боғым уайымда өледі. Ондайлардың жан беру де қиын болады дейді. Ал енді жарайды оларды қойшы, сасыған байлар. Жаңағы бізде жауынан найза істемейтін батырлар көбейді ғой қазір. Қошқар көтерсе де батыр, түйе көтерсе де батыр, ақша үшін төбелессе де рингке шығып, бокс түссе де батыр, бірақ ұлт қамын ойлайтын батыр жоқ. Байларды сондай жаңағы шетелден бір бәленбай миллиард неше доллар сатып алып жатады, ал еліне келсең халқы қырылып жатады. Міне осының барлығы ұлттық буржуазиядан қалыптаспағаны, бай деп жүргендеріміздің барлығы дүниенің боқтың құлдары екені. Нағыз дәлел. Бізде ұлттық буржуазия қалыптасса егер болса, онда өркендеу де, ұлттық өркендеу де ұзамас еді.